Берсең көрейін. Ана осы көрмейді. Очки ана сынып қатты жаман көрініп қала ма? Көрмей ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің есімім Абдрешова Гүлмира Бейсенбайқызы, биология пәнінің мұғалімі. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы Smart Eco қоршаған ортаны цифрлық зерттеу. 7-ші сынып оқушыларына арналған бағдарлама. Жасанды интеллект әлемі Smart Eco қоршаған ортаны цифрлық зерттеу. Қазіргі қоғамдағы цифрлық трансформация барлық салада өзгеріс енгізеді. Экологияда бұл үдерістен тыс қалған жоқ. Әлемнің алдыңғы қатарлы елдері қоршаған ортаның жағдайын бақылау үшін цифрлық датчиктер, мобильді экожүйелер, спутниктік карталар және жасанды интеллект негізіндегі талдау құралдарын кеңінен қолдануда. Smart Eco курсының қажеттілігі: жаһандық экологиялық мәселелер, STEM бағытындағы білімге сұраныс, зерттеу дағдыларын дамыту, экологиялық мәдениет қалыптастыру. Бұны ашық айтатын болсақ, климаттың өзгеруі, ауа сапасының төмендеуі, су тапшылығы әлемдік масштабтағы мәселелер. Оқушылардың экологиялық сауатын арттыру өте маңызды. STEM бағытындағы білімге сұраныс, цифрлық технологиялармен жұмыс істей алатын, зертханалық эксперименттік ойлауға қабілетті жас буын қалыптастыру қажет. Зерттеу дағдыларын дамыту, мектептің ғылыми орта қалыптастыру мәдениетіне сай зерттеу, бақылау, өлшеу, талдау дағдыларын игеру аса маңызды. Экологиялық мәдениет қалыптастыру. Әр оқушы өз мектебінің ауласының экологиясының зерттеушісіне айналып, табиғатты сақтауға үлес қосады. Курстың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Бұл курс оқушыларды қоршаған ортаны цифрлық құралдар арқылы зерттеуге, экологиялық мониторинг жүргізуге, ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыруға баулуды мақсат етеді. Біз курсты 5 бағытқа бөлдік. Бұл жерде цифрлық құралдармен зерттеу, деректер жинау және талдау, онлайн платформаларды қолдану, экологиялық жобалар жасау. Цифрлық құралдармен зерттеу, экожүйелерді цифрлық құралдармен зерттеуге үйрету, экологиялық деректерді жинау, талдау дағдыларын қалыптастыру, нақты экологиялық жобалар жасауға ынталандыру. Күтілетін оқу нәтижелері: білім таксономиясы. Бұл 6 бағытқа бөлінді. Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау. Атмосфера, топырақ, су сапасының негізгі көрсеткіштерін және мониторинг құралдарын біледі. Экологиялық фактордың әсерін және цифрлық зерттеудің маңызын түсіндіреді. Өлшеу құралдарын және онлайн карталарды қолданады. Өлшенген деректерді салыстырып, мектеп, аудан экологиялық жағдайын талдайды. Зерттеу жобасын құрастырып, экологиялық шешімдер ұсынады. Мектептің экологиялық портретін жасайды. Курстың ерекшеліктері мен артықшылықтары: цифрлық экологиялық мониторинг, мобильді қосымшалар, онлайн карталар және датчиктер арқылы қоршаған ортаны зерттейді. Пәнаралық интеграция: биология, география, информатика және химия пәндерін біріктіріп, кешенді білім береді. Оқушыны зерттеуші ретінде қалыптастырады. Оқушы ақпарат қабылдаушы емес, шынайы деректер жинаушы, талдаушы.